Пайдалы әрі тойымды таңғы ас жасаймыз. Табамызға кішкене май құйып жағып аламыз. Нанымызды орналастырып, екі бетін қызартып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды қуырамыз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш себеміз. Дайын болғаннан кейін авокадомызды осылай екіге бөліп, қасықпен қабығынан ажыратамыз. Осылай авокадомызды және қызанағымызды жіңішкетіп турап аламыз. Дайын болған нанымыздың үстіне творожный сырымызды жағып, үстінен авокадомызды және қызанағымызды орналастырамыз. Бетіне жұмыртқамызды қоямыз. Міне, сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Ас болсын.